Ауыл шаруашылығы салаларының ішіндегі ең ежелгі және табиғат жағдайларына тікелей тәуелді саласы. Шындығында дүние жүзінде халқы ауыл шаруашылығының түрлі салаларымен айналыспайтын бірде-бір ел жоқ. Дәл осы егін шаруашылығы қазіргі таңда Қазақстанда да қарыштап даму үстінде. Оған дәлел өткен аптада Жетісай ауданында жүзім шаруашылығы бойынша семинар болып өтті. Семинарда 9 түрлі тұқыммен егілген жүзім көшеттерінің қазақстандық климаттық жағдайына сәйкес келуін бақылау. Онымен қоса әдеттегі жүзім көшетінің алатын өніммен өзге елден әкелінген көшеттердің өнімділігін салыстыру болатын дейді шаруа қожалық басшысы. Семинар осы жүзімді өзін қалай дайындау керек, формировкасын, оның уборкасына қалай дайындалу керек. Сонда сол мәселе бойынша жүзімді шпалера қалай орнату керек. Сол бойынша өткізіп жатқан семинардасыздар. Қазір жүзім пісуден алдына бір 10-15 күн қалды. Берде главный требованиясы жүзімде ауру болмау керек. Басқа фитосанитариясы да басқасы ауру болмайтын, ауру жоқ көшет әкелуіміз керек. Сол жағы бар да берде қызығатыны. Ерте шаруа қожалығы шаруашылыққа қажетті жабдықтарды өздері өндіріп шығарып жатқандығын, оны не үшін қолданатындығын түсіндірді. Сонымен қатар семинарға өзге аудандардан бөлек шет мемлекет Украинадан да қатысуға ниет білдіріп келген азаматтарды кем болмады. Я из Украины, Одесса. Приехал сюда сегодня на такое очень интересное совещание в полевых условиях, поделиться практическим опытом с коллегами-виноградарями, поделиться опытом по приглашению Министерства сельского хозяйства. Я являюсь, можно сказать, штатным специалистом в хозяйстве и ежегодно 2-3 раза в год приезжаю сюда по их приглашению. Мы развиваем разные темы для того, чтобы улучшить осознанность и опыт, поделиться опытом с нашими коллегами из Казахстана. Ербол Иралиевтің әкеп атқан жаңа 9 сорты, бұның өзі жаңа продукциясының өзі салып тұрғанның өзін көру, бұл үлкен бір қызығатын адамдарға қажетті дүние. Мысалы Украинадағы болып жатқан осындай жүзімдердің бізге келуі, біздің климатқа қандай әсер ететінін білу, бұл действительно бір қызық нәрсе. Бізде де осындай жүзімдіктер бар. Біздің питомник, Сарыағаш жер питомнигі осындай жұмыс істеп жатырған жағдайымыз бар. Бірақ бізде бұндай сорттар жоқ. Бұның ішінде бір 4-5 кадрянка, жаңағыдай Аркадий деген сорттар. Соларды біз уже осыдан 1-2 жыл бұрын әкелгенбіз. Урожай бар. Бірақ сол Украинадағы сорттағыдай біздің сорттар бір-біріне сай келмейді. Себебі онда климаттық жағдай, жердің жағдайы, ауа райының жағдайы дегенде сондай бір ерекшеліктер бар. Семинарда дерлік осы жүзім шаруашылығымен айналысып жүрген азаматтар болды. Олар өздерінің қолданып жүрген тәсілдермен бүгінгі семинарда айтылған шаруашылыққа қолдану қажет болып табылатын әдіс-тәсілдерді бір-бірімен алмасып, өздеріне керекті мәліметтерді алып тарқасты. Алла берген қолша Ғани Оралбайұлы, ақпарат Жетісай ауданынан.